Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Мадина, дәмді тағамдар каналы. Бүгін медовик дайындайтын боламыз. Медовиктің рецептері өте көп, соның ішіндегі ең дәмді, сонымен қатар тез дайындалатын, үйде қолжетімді заттардан дайындалатын рецепттердің бірі деп айтсам да болады. Ең алдымен қызып тұрған табаға 2 ас қасық бал саламыз. Менде бұл жерде 2 түрлі бал. Бір түрінен салсаңыздар да болады, тіптен көбірек салсаңыздар да болады. Үстіне сары майымызды және жарты шай қасық ас содасын саламыз. Біз соданы салғаннан кейін осылай көпіретін болады. Сары майымызды ертуді ары қарай жалғастыра береміз. Осындай бізде соңында янтарный деп айтамыз ғой. Осындай әдемі қоңыр түске ену керек. Видеода көрсетілгендей түске енгеннен кейін газымызды өшіре берсек болады және басқа ыдысқа аударып алатын боламыз. Қазірше бомбасамыз бойын суыта тұрады. Оған дейін 3 жұмыртқамызға үстіне 1 шымшым тұз және қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Миксермен қантымыз еріп, массамыз аппақ болып, өзінің көлемін ұлғайтқанға дейін араластырсаңыздар жеткілікті болады. Енді жаңағы дайындап алған бал мен сары майымызды осы массаның үстіне құямыз. Миксермен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Үстіне 250 грамм ұнымызды миксерден өткізіп аламыз. Оны да миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде қатты емес, кәдімгі бисквиттің қамырлары сияқты сұйық қамыр болады. Біз бұл қамырды жаймаймыз, тек противенге осындай пергаментный бумагамызды жайып аламыз да, осы қамырды 2-ге бөліп, бір бөлігін құйып, жақсылап біркелкі етіп, жағып шығатын боламыз осыған. Жайып алған корждарымызды 180 градуста 5-10 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Тез-тезден пісіп шығатын болады, сондықтан үнемі духовканы қарап, жанында тұратын боламыз. Екінші коржды да дәл осылайынша пісіріп алатын боламыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін қаймаққа 400 грамм қаймаққа 100 грамм сахарный пудраны салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Осымен креміміз дайын. Енді піскен корждарымызды бір-бірінің үстіне қойып, видеода көрсетілгендей етіп, шеттерін пышақпен кесіп шығатын боламыз. Мен күйіңкіреген жерлерін алып тастайтын боламын. Оны торт жасаған кезінде қолданбаймыз. Қалған осындай шеткі бөліктерін кесіп алған, барлығын жинап қойып, соңында ұнтатып, үстіне себетін боламыз. Осы 2 коржды дәл ортасынан 2-ге бөлеміз және барлығын бір-бірінің үстіне қойып, шеттерін біркелкі етіп, кесіп дайындап алатын боламыз. Енді дайын корждарымыздың үстіне осындай кремін жағып шығатын боламыз. Бізде сұйық крем. Корждарымыз бұл кремді тез сіңіріп алатын болады. Қалған корждарымызды үстіне қойып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, осы кремімізді барлығына жағып алатын боламыз. Шетіндегі барлық кремдерді алып, осылай шеттеріне толығымен жағып шығатын боламыз. Енді безендіруге кірісетін боламыз. Ол үшін корждың қалған шеттерін осындай блендермен ұнтақтап алатын боламыз. Ұнтақталған корждарымызды жаңағы дайындап қойған тортымыздың үстіне сеуіп, безендіріп шығатын боламыз. Ағып кеткен кремдерін осындай үстіне жинастырып алдым да, алдымен
үстіңгі бөлігін, содан кейін осындай шеттерін толығымен безендіріп аламыз. Дайын тортымызды 2 сағатқа толығымен барлық кремдерін сіңіргенше қалдырып қоятын боламыз. Бөлме температурасында, егер бірден қолданатын болсаңыздар, немесе тоңазытқышта сақтасаңыздар болады ары қарай. Осымен дәмді әрі оңай, тез дайындалатын, үйдегі бар заттардан дайындауға болатын медовик тортымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.